Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы әдемі сөзі бар. Бір күні қонаққа бір кісінің үйіне барғанда, сол үйдегі әйел өзінің баласын шақырып жатыр екен. Ей пәленше, кел мұнда, мен саған бір нәрсе беремін депті. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: ей пәленшенің анасы, егер сол берем деген нәрсеңді сен қазір бермесең, балаң барғанда сен жалғаншы боласың дейді. Көрдіңіз ба? Біз кейде әйелімізге де, өзіміз де бала баққанда жалған сөзбен бағамыз. Бір нәрсе берем, маған келші дейміз. Келгеннен кейін не ол десе, кесей тамағыңды ішсей болады, немесе сабағыңды оқысай болады. Бұл өтірік тәрбие болады. Немесе бала келсе, жаңалдегі мені жоқ деп айта сал. Өтірік айтсай балаға деп өтірік үйретеміз. Құдай содан сақтасын. Екінші дәрежеде пайғамбарға жалған айту болса, үшіншісі өзіңізге де халайыққа да жалған сөзді болу.